Ассалаумағалейкум халқым. Жылдалы осы Алакөлге кеп, мына Алакөлдің ортасындағы Арал төбеге бір бармаппыз. Алла тағала бұйырғанша міне катерге отырып, сол Арал төбені барып көрейік деп тұрмыз. Елден сөз қалған ба? Алакөлдің маңайы толған халық, су қойнауында қаптап жүр түрлі балық. Өзі жұмбақ аңыздардың ортасы-ау, Арал төбе көл ортасынан шыққан жарып дегендей, ел аузынан неше түрлі аңыз әңгіме естідім. Солардың бірі, сонау ерте заманда жау шапқан кезде осы маңайда тұрған халықтар бір әйел екі баласын тайқазанға салып, өзі тайқазанды суға итеріп, малтып, жаудан қашыпты. Сонда біраз жүрген соң көлдің ортасына жақындап қалған кезде әбден әлі құриды. Қазан ішінде отырған екі бала шыр-шыр етеді дейді. Сонда әйел аспанға қарап, о, көк тәңірім, сақтай көрші мына екі баламды. Менің жанымды алсаң ал, бірақ сенен тілеуім екі баланы аман есен қалдыршы дейді. Сөйтіп әбден әлі құрған әйел біртіндеп сол айтқан күйі судың астына кетеді. Шыр-шыр еткен екі бала судың ортасынан қалады. Сонда бір тәуліктің ішінде жердің астынан қопарылып, Арал төбе қазанымен екі баланы көтеріп шыққан дейді. Міне осы Аралда, Арал төбеде екі бала балық аулап, үңгірлетіп, осында өмір сүріп, кейін екеуі мықты батыр болып, елін, жерін қорғаған деп айтады. Сондай әңгімелер. Қараңызшы, толқыған суларына қарап отырсаңыздар, әрбір толқыған су, әрбір толқын тарихтың бір бейнесін айтып тұрғандай. Қандай әдемі, қандай керемет. Тағы бір естігенім, жалпы ел аузынан мынандай аңыз естідім. Ертеде түрік заманы ма, әлде ғұн заманы ма, әлде сақ заманы ма, осы жерде тұрып мекендеп тұрған халыққа жау шауып дейді. Сонда жанын аман алып қалайын деп қашқан әйел дейді, көк тұманның аузын жабуды ұмытып кетіп дейді. Содан батысында көк тұма, шығысында қара тұмадан аққан су осы Алакөл пайда болыпты депті.